Йоу, сап, қалайсыңдар сендермен бірге мен Зайнуриден. Ё-моё, мне наконец-то дейтін мен видео шығардым. Менің видеоларымды күттіңіздер деп ойлаймын. Күтпедіңіздер ма не? Ну ладно. Достар, бүгін мен наконец-то дейтін сұрақ жауапты түсіретін боламын. Біле білсеңіздер, мен алдында дейтін өзімнің сообществомда сұрақ қалдыр деген запись шығарған едім. Соның астына шамалы сұрақтар келді. Енді соларға дәл қазір жауап беріп өтейік. Ё-моё, ол жерде өте біртүрлі сұрақтар келді. Мен дәл қазір нормальный сұрақтарға нормальный жауап бере аламын деп ойлаймын. Алдыңғы сұрақ жауаптай қалжыңсыз, енді кәдімгі адамдар құсап жауап беретін боламын. Енді достар, видео кешірек шығып жатқанына кешіріңіздер. Енді маған просто лем болды. Енді видео тезірек шығаруға тырысамын. Блин, өйстіп айтып жүргеніме уже қанша жыл болды. Дәл қазір мен ол запись айтқан барлығына жауап қайтарамын деп, енді дәл қазір сол сұрақтардың барлығына жауап беріп өтейік. Және де достар, видео ұзақ болады. Жақсылап отырып, комфортно отырсаңыздар болды. Соңына дейін көреміз. Бұл жерде мен ютубтан қанша ақша алатынымды, қалай ақша алатынымды айтып беретін боламын, так что соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Так, ең бірінші сұрақ бізде позитивщик деген бір баладан келіпті. Давайте сұрақтарын оқиық. YouTube тастайтын ойың бар ма? Жоқ, әзірге жоқ. YouTube-та әлі әзір тастамайтын шығар. Қандай ютуберлермен жақсы араласасың? Әзірге дейтін, мен ешқандай ютубермен жақсы араласпаймын. Вообще ютуберлермен сөйлеспеймін да. Так что сол, жасың нешеден? 14-темін, яғни күз айында мен 15-ке толамын. Сен ойын ойнайсың ба телефоннан или ПК-дан? Яғни мен екеуіне де ойнаймын. Телефоннан Free Fire, ал ПК-дан Counter Strike, Minecraft, GTA. В общем, көп ойын ойнаймын. Ана баланың аты кім? В смысле? Қай бала? Анекдот айт. Жақындаймыз. Бауырсақ асылып қапты, прикинь! Жарайды, енді өтпей қалды ма? Атын кім? В смысле атын кім? Сонда мен Зайнуриден дегенді... Коронавирус, кет. Сонда Зайнуриден деген сіздер никнейм деп ойлап тұрсыз ба? Тикток түсіресің? Конечно, мен тиктокерге ұқсамаймын ба не? Сен жұмыс жасайсың ба? Қаяқтағы жұмыс? Мен енді 14-ке толдым ғой, мен бірінші сабағымды бітіріп алайын. Видео неге кешігіп шығады? Тез видео шығаршы. Айтып тұрмын ғой, маған просто лень, біресе желание жоқ, біресе идея, в общем, сондай проблемалар көп. Так что тезірек енді видео тез шығаруға тырысамын. Қандай ойындар ойнайсың? Жаңа ғана айттым, негізгі сүйікті ойымды айтып кетейін. Қазіргі Free Fire және де айтып кеткенде CSGO. Келесі Free Fire ойнағаны қанша уақыт болды? Енді дәл қазір мен есептеп кетті, 1 жылдан асып кетті. Қызың бар ма? Қызым жоқ. Даниял, сәлемдерші. Даниял, салам. Мектепті сағындың ба? Конечно жоқ, мектепті сағынатын вообще оқушы бар ма дейсіз? Машина айдап көрдім. Машина әлі айдаған жоқпын. Машина бар болса да білмеймін өзімде. Әзірге бір моменттер болмай жатыр, так что скоро айдаймын. Отбасында неше адам? 5. Комп характеристикасына, мен комптың характеристикасын в общем, мына жерде скриншотта тұр, мен вообще ондайдан не шарю бар. Сабақ неше бітірдің? Мен әлі сабақты бітірмедім, но осы жылы білмеймін қаншаға бітіргенімді. Онлайн болды ғой, мен вообще ондайға кірген жоқпын. Таған жер бетінде бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, онда нені өзгертер едің? Так, мен нені өзгерте алатын едім? Мен дейтін өзімнің білмеймін нені өзгертетін. Адаммен кездескенде бірінші неге қарайсың? Көзіне қараймын. Қай жылғысың? 2005 жылғымын. Видеоны немен түсіресің? Видеоны мен әзірге телефонмен түсіремін. Камера бар. Негізі камерамен жаңалған телефонның качествосы бірдей. Бұрын камерамен түсіретін, бірақ білмеймін, телефонның комфортна да өзіме. Мама, папам бар ма? Смысле мама, папам бар ма? Бәрінде бар емес, осындай тупый сұрақтарды қоймаңдаршы. Келесі, қандай кино ойнайсың? Жоқ, мен кино ойнамаймын, мен тек ойындарды көремін. Көп кинолар ойнадым, где-то Гарри Поттерді ойнадым, Мстителейді ойнадым, вообще көп кинолар ойнап тастадым. Қыз әлде YouTube? Мен әзірге қызым жоқ, сондықтан мен YouTube-та таңдаймын. Қандай футболистке валить етесің? Футбол көрмеймін, біле берсеңдер, мен вообще футбол... Талпадан бір доптың артынан жүгіріп жүреді, не қызығым. Қазақтың қай ютубері ұнайды? Мен негізі по идее YouTube аз көрем. Алдыңғы видеода айтып кеткендей, Темірлан Болат, Ерса, Аликизет, соларды көп қараймын. Қызың бар ма? Бар болса көрсетесің ба? Егер бар болса, әрине көрсетемін. Неге көрсетпеске? Қыздар, Instagram ссылкам астында болады.
Қандай программа монтаждайсың? Мен Sony Vegas деген программа монтаждаймын. Әртүрлі версияларын қолданып көрдім. Sony Vegas сендерге де совет етемін. Ең оңай, ең түсінікті приложение. Келесі, сен темекі деген затты қалай түсінесің? Негізінде мен ондай заттарға мүлдем қатысым жоқ. Не үшін шегетінін де білмеймін, ондайды білмеймін короче. Білмеймін, әзірге конкурс жасауға менде мүлдем идея жоқ. Мүмкін 5000 подписчик болған кезде жасап қалармын, так что арнаға тіркелемін. Қай ютуберге еліктейсің? Мен дәл қазір ешқандай ютуберге еліктеймін. Басында дейтін мен орыс ютуберлеріне еліктеп келемін, там Ивангай, Брайан Мапс деген ютуберлер бар емес па? Солардың видеоларына ұқсатып істейтінмін. Дәл қазір өзімнің идеямен істеймін. Неге ютубер болдым? Ютубер болдым дегенде мен білмеймін, ютубқа случайно кіріп кеттім. Давайте ютубқа қалай келгенімді мен вообще бөлек видеода айтып беремін. Монтажға қанша уақыт кетеді? Яғни дәл осы видеоға мінекей мына жерде шығып тұр, қанша уақыт кеткенін көрдіңіздер. Спортпен шұғылданасың ба? Дәл қазіргі уақытта жоқ. Осы моментке дейін көрген адамдар болса, сіздер менің ютубтан қанша ақша алатынымды білген келетін шығарсыздар. Қалай ақша алатынын айтайын. Мысалы, сен осы видеоға кірген кезде, мүмкін басқа видеоларға кірген кезде сенің реклама шығады. Сені өздік пропустить рекламу дегенге басасың, сол кезде сол реклама үшін ютуберлерге тиындар түсіп тұрады, копейкалар түсіп тұрады бір адамның несіне. Және де қазір мен жаңа камерамен түсіріп отырмын, яғни мен мінекей мынау менің ескі телефоным. Ютубтың арқасында мінекей мен өзіме жап жаңа күшті телефон алдым. Қанша алғанымды мен скоро стрим жасаймын. Сол стримда мен тура точный счетымды көрсететін боламын, айтатын боламын. Так что күтіңіздер, басқа не деймін? Бешеный адам ғой. Да, фига там, подписчиктерім где-то 40% ма осындай сұрақтар қойып отыр. Мінекей, сіздерге точно жауап бермедім. Скоро стрим жасаймын, оның датасын мен сообществода запись қылып айтып беретін боламын. Так что күтіңіздер, видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сау.